Көненің көзін көрген асылдың сынығы болған, нағашынан шығып төркініне барған, заманауи ақындардың көңілінен шыққан, біздің қазақтың қарапайым қара ешкасы болған. Ой, бәле! Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бізден енді трендтен қалмауға тырысамыз енді. Ойдан келгенше, енді көңіліміз келгенше қайта ақындығын бастап отыр. Баста все, бәрін басынан бастаймыз. Ассалаумағалейкум. Бұл көлікке 30 жыл болған. Бізді көрген, біздің алдымыздағыларды көрген, біздің ұрпағымызды көретін легендарный 124-ші кузов Мерседес. Қарсы аламыз. Блядь, это просто охуенно. Голодовала, и на душа тебе забрала, край твой будто игрушка, она львица, не кошка, она меня голодовала, и на душа тебе забрала, край твой будто игрушка, она львица, не кошка, она меня голодовала, она меня голодовала, 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 Я, достар, біз алдыңғы видеоларда да, қалған видеоларда да Audi мен BMW, Mercedes үшеуін салыстырып келатырық. Жалпы айтқанда конкурент деп есептейік. Ал бұлайынан практически жағынан, енді теориялық жағынан қарасақ, бұл машинаны 84-ші жылдан бастап шығарған көлік енді. Ал BMW болса 88-ден бастап шығарды. Audi 90-шы жылдан бастап шығарды. Арасында Audi мен бұның арасында 6 жыл бар. 6 жылдың ішінде, мысалы айтсақ, енді заман өзгереді ғой, 6 жылдың ішінде адамдардың ойы да өзгереді. Бұл көлік витті қарасаңыздар, әлі күнге дейін 84-ші жылы енді шықты ғой, әлі күнге дейін бұл түрін бермейді. Классика. Оған ешкімнің куәсі, күмәні жоқ шығар. Бұл көлікті әдейі таңдадым. Себебі бұл көлік 95-ші жылға, енді басында 90, 91, 92, 93 дегендердің көбісінде енді поддержка жасалғандар ғой. 94-тен бастап 95 енді таза ешкалардың шыққан кезі ғой. Жалпы оны қақтан айырамыз. Бірінші мәселе поворотник. Крылада обязательно ешкаларда поворотник болады. Багажнигіміз мына жерден біткен. Осы жерден. Ал уже 93-ші жылғыларда уже до конца бар, мынаяқтан бітеді. Осы жерден. Осы жерінде айырмашылығы бар. Сосын не екенін енді өздеріңіз комментарийға жазып кетесіздер ғой. Білетін адамдар біледі оны. Жалпы дизайн әдемі. Етіп жүреді ғой. Ашылып атады ғой. Бізде де болған қандай. Чөм дело? Әңгіме айта аласыңдар ма? Қолсыз ашасың. И әрқайсында болады жаңағындай отдельный сүйік. Диск бұл енді 2000 жылдары хит болған диск қой. Оригиналын алыпса осы диск салатын болған көбісі. Енді мен естуім бойынша, айтқан адамдары бойынша. По салону кайф. Енді жалпы несін көрейік та, жүрісін мықты ғой. Ал комфортына келетін болсақ, комфорты айтам мен, точно айтам. Audи'нде, BMW-нде қап қалады комфорты. Ол сөзім жоқ. Птичка позовет, и ты опять сорвешься по-любому, знаешь. Дура, потому что по ночам подушку плачет и опять скучает о нем. Не звонит и пусть, но на сердце пусто. Плачет и опять скучает о нем. Скучает. Дешево и богато дейді ғой. Бұл көлік тура сондай ғой. Қазіргі таңда мысалы менің бойыммен аяқ ыңғайлы сиіп тұр, басында орын бар. Көріп тұрғандарыңыздай. Кезінде ойластырылған. Сен 14-терің сыймайсың 14-ке. 14-теріңмен әңгіме айтасың болсыңдар, айтпай ақ қойыңдар.
мынандай қазір көбісінде шығып атқан жоқ. Дерево. Сол кездің өзінде әдемі істелінген. Мынаны қара, мынаны көрдің бе? Қандай көліктерінде бар қазір. Не болды? Өзім білмеймін екен. Білемін, Audи'нің енді фанатымын енді өзімше, өз басым. Бірақ Mercedes енді өзіме ұнайды. Как положено істелінген. Маған бір ұнамайтын жері, бір ұзын зат салатын болсаң, багажниктен былай қарай ше, орын жоқ та. Просто орын жоқ. Сол себепті кішкентай өз жері ғана ұнамайды. Ал Audи'ға қарасаң, орын болады да Audи'да. Ұзынан бірдеңе салсаң сала бересің. Бірақ өйткені бак бар. Бак болғаннан кейін орын жоқ. 30 жыл болды енді несін көрсеңіздер, километрасын 670 мың километр жүріп тастаған. Сенің солярсың солай жүре ма? 14 мың сондай 670 мың километр жүріп осындай состояниеде бола ала ма? Мысалы бір лампочкаң күйіп қалса, осы жанады. Кәдімгідей ABS, SRS. Жалпы бізде airbag бар. Подлокотник жоқ, бұяқта airbag бар. Терезе жылытқыш, қазақша айтайын. Арттағы нені түсіріп жібереді, аварийка. Мынау бізде артқы задний. Мынау тұрған фардікі ғой. Бізде фар істемейді енді. Климат контроль. Маған бір ұнайтын жері мынау ғой. Қараш, әдемі шығады, көрдің бе? Сен байқамайды қаласың. Кірді. Аккуратно, ішіне тиын-пиын болсақ құламайды. Ал енді мына жаққа келетін болсақ, бізде енді алдында андай бір не болу керек, ішке қарай кіріп кетеді, шығып кететін, бізде ол жоқ. Мына жақта құлтанатыны болған. Мына жақта құлтанатын болған. Ал енді мынаны қолдан қойылған ғой. Мынаны былайына тартсаң, автоматически алдаға артқа көтеріледі. Бізде істемейді. Сол себепті былайына жүреміз. Неге айтып жатқанмын, мынаны былай оңға тартасың сыртқа. Сол кезде автоматически болады. Мысалы капотты ашуға өте ыңғайлы істелінген. Бір тартасың, ол төбе көтеріледі. Болды. Жалпы машина ұнамай жатыр ма, капот жағы ұнамай жатыр ма? Мынақа келесің, басын сыймай жатыр ма? Бір движение, екі движение. Мынаны келесің, мынаны итересің. Сәл көтересің, арғы бетіне барасың. Арғы бетінде де дәл солай. Сәл көтересің, болды. Міне, даже BMW-ларда жоқ. Тағы бір көлікте бар. Қандай көлікте ойлайсыңдар? Оны сәлден кейін айтамын, бірақ таппайсыңдар. Тағы бір көлікте тура осындай фиксация бар. Төбе көтеріледі. Управление арқылы. Комментария жазыңдар, кейін видеоны аяғына қарай айтамын. Бізде плита мотор. 2D2 111 мотор. Бұл кузовта 2 бар, 2D 3 бар, 2D 2-сі бар, және 2D 8-і бар. Ал уже енді 5-те-5-терін айтпай қойын, волшок болып кетеді ар жағы. Өлмейтін мотор ғой. Бізде енді волюметр ана мынау енді жоқ. Бізде инжектор ғой кәдімгі. Сол жылдары тест болды ғой. Мысалы ше, ұру соғу жағынан мысалы кәдімгі неден өтеді ғой. Не деуші, тесттен өтеді ғой бәрі. Сол кезде Mercedes 2-ші орны болған. BMW 3-ші орын, 4-ші орында, по-моему, Opel тұр. Ал 1-ші орында Audi. Сосын білесіздер, Audi-ларда Quattro болады. Quattro дейсің ғой енді. Полный привод дейді. BMW-ларда пока 90-шы жылдары болған жоқ. Бәрі задний привод. Ал бізде Mercedes-те не болды? 4 матик дейді. 4 матик болды. Жалпы бұл ешкамен, ол ешканың полный приводтың өте айырмашылығы көп. Жалпы айырмашылығы неде десеңіздер, ходовкасында. Полный астының бәрі басқа. Бізде енді Қазақстанда полный привод аз негізше. Жалпы нау запчасын табасын ғой, шроттан болсын, неден болсын, запчасын табасын.
Ал енді оның полный приводтың запчасы өте басқаша болады. Оны через заказ арқылы істейсің, болмаса токарьге апарып переделка істеп істейсің. Жалпы оның проблемасы көп. Ал енді Mercedes шығарды 84 жылдан бастап. Енді качественный ең мықты шығарған көліктері 90 жылдарғы осы ешкаларға ең мықты шығарған. А қазіргі 20 жылдар енді онша емес. Состояние бытшыт болып кетті. Бұлар шығарды и убытокқа кетті ғой. Запчасын шығарды. Енді машина бұзылады по-любому. Он фирма запчас шығарады, ал запчас өтпейді. Не үшін? Өйткені бұл, живой. Өлмейді, бұзылмайды. Сонымен жүре берді де, фирма жайлап убытокқа кетті де, одан кейін 210 шығарып кетті. 24-ші кузовтан басқа ешканың қандай түрлері бар? Бізде универсал бар. Б-мет қандай? Универсал бар. Б124 және купе бар. С24 және кабриолет деп бар. А24 деп аталады. Жалпы конкуренттерінен басқа, мысалы конкуренттерін қарағанда, бұның ең фишкасы сіздерге айтайыншы. Қандай комплектация болмасын, қандай болсын, бедный болсын, анау болсын, мықты болсын, сен бұны ощущение дейді ғой. Сен уже бай болып саналасың да. Ощущениең бай сияқтысың да. Как будто ше. Отқан кезде кәдімгі, мысалы, аудиларда бар комфорт, мысалы, BMW-ларда бар комфорт. Тоже кішкентай ыңғайлы, бәріне бар. Бірақ Mercedes-ның фишкасы сен отсаң уже өзіңді настоящий машинада отқандай сезінесің да. Міне ақшам бар дегенде вообще. Жалпы, бұны расходы да көп, мысалы, болады ондай. Бірақ Mercedes-ның аты Mercedes қой. Енді бұл жерде енді бар білгенімді айттым. Енді каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және бізде тағы бір проекттер бар енді ойда. Келесі видео енді сол жайлы болады, жалпы. Кішкентай бізде енді обзор енді кішкентай қиындау болады маған, енді өзім кішкентай көп машинаны білмегендіктен енді басқа жағының көрейін деп жатырмық. Кішкентай енді бізде подписчик жинау керек болып жатыр. Достарыңызға, туысқандарыңызға, бауырларыңызға бәріне таратыңыздар, көрсін. Қазақты ғана көтереді, басқа ештеңе айтамын. Давайте.